ғаламторлардан көріп жатыр, бәрі атсалысып жатыр. Енді үкімет тарапынан да көмектер бар деп ойлаймын. Көмек никогда жетпейді, пока су кетіп өтіп кетпегенше ешқандай ештеңе айта алмаймыз. Осы енді бәріміз көмектесуіміз керек қой. Өзіміз үшін, ел үшін, халық үшін, қоғамға, адамдарға пайдалы болу мақсатында. Екі аптаның ішінде мейлінше жағажай бекіту жұмыстарын күшейту үшін өзінше жағдай режимі жарияланған болды. Дайындығымыз қаншалықты өзінің жаңағы пайдасы бар ма жоқ па оны көрсек, алдымыздағы 10-15 күн ішінде көреміз.